Достар, бұл менің көктемдегі видеомды қабыл алыңыздар. Ауылдағы жағдай туралы ойбай басқа нәрсе айтып қойдым. Ауылдағы тіршілік туралы түсіреміз. Мынау біздің құртымыз, апам жасаған құртымыз. Өте дәмді құрттар. Мынау менің апамның жасаған құрты. Осындай кішкентай құрттар, үлкен құрттар да бар. Мынау домалақ құрт, мынау сопақша құрт. Осындай сетка алған, сатып алған. Мынандай замоктарын жауып қоясыздар. Сол кезде ештеңе кірмейді. Ашып жатырмыз. Ауылда осындай елка өсіреміз. Өте дәуіп кетті. Мынау да бар. Бұны жазда суғарамыз. Жазда гүл егіңіздер, көктемде гүл егіңіздер. Жазда әдемі болып өседі. Мен көктем бері видео түсірмей кеттім, енді түсіріп жатырмын. Менің видеоларымды қолдаңыздар. Баня жағып жатырмыз. Баняның оты, баняның ішін көрсетейін. Баня өте ыстық болып жанып жатыр. Біздің баня отпен жанады. Дәмсінай. Апамның құртын дәмі шіркін әдемі екен ғой. Домалақ, қарасаңыздар. Мынау менің атамның кітаптары. Ата осының бәрін оқып ұстаған. Мынаның ішінде тағы бар. Атам бұны жұмыс барысында оқиды. Ата осыны жұма намазға киіп жүрген тақиялары. Мынау менің атамның жастықтары. Атам осыны күніге біреуін таңдайды да өзіне ұйықтайтын кезде алады. Достар, мен қазір ата-папама сыйлайтын гүлім. Бүгін мен сатып алдым, білдіртпей. Бұны келесі видеода көре аласыздар. Мынау менің апамның стакандары. Осының бәрін қолданады. Достар, сау болыңыздар. Келесі видеоға өтіңіздер. Болыңыздар.